Қалай компьютермен видеоға монтаж жасауға болады? Осыған арналған мен бірнеше программаны көрсететін боламын. Және соның ішінде өзім қолданатын бір программа бар, соған толығымен шолу жасаймын. Неге оны қолданамын, қандай функциялары бар деген секілді. Монтаж жасауға арналған программалар өте көп. Солардың ішінде мысалы Movavi деген бар, бұл орташа деңгейдегі адамдарға арналған орташа деңгейде монтаж. Ең оңайлары бар, қарапайым монтаж, орташа деңгей бар, профессионалды программалар бар. Соның үш деңгейге бөлетін болсақ, мынау ортасы Movavi деген. Бұны мен қолданып көргенмін, тіпті бір рет платный версиясын сатып алғам. Қазір қолданбаймын. Одан кейін iMovie деген программа бар, Mac-қа арналған, бұл тегін программа. Windows Editor, Windows'та бір монтаж жасауға арналған программа бар, сол сияқты мынау жұмыс жасайды. Бұл да орташа деңгейге арналған. Одан кейін OpenShot деген бар, бұл Linux, Windows, Mac бәріне бар, бұл толығымен тегін программа. Тіпті қателеспесем, бұл ашық кодта. Міне осындай көруге болады. Бірақ дизайн маған қатты ұнамайды. Одан кейін профессионал деңгейде монтаж жасауға арналған программалар бар. Мысалға Final Cut, немесе DaVinci Resolve, Premiere Pro. Соның ішінде Final Cut, DaVinci Resolve және Premiere Pro'ның ішінде Premiere Pro мен Final Cut бұл ақылы программалар. Белгілі бір уақытқа дейін тегін қолдануға болады. Және одан кейін сатып алсаңыз болады, егер сізге сол ұнайтын болса. Adobe'нің жаңағы өнімдерінің бірі, мысалға Premiere Pro деген. Ал DaVinci Resolve деген бұл соңғы кезде болсын өте қатты танымал бола бастады. Бұл бұрында танымал, бірақ соңғы кезде танымал болып, ерекше сондай біраз адам бұны қолданады. Неге дейтін болсақ, біріншіден бұл тегін, әрине Studio деген версиясы бар, бірақ Studio деген версиясы көп адамға бұл керек емес. Профессионал түрде тек сонымен айналысатын адамдар болмаса, так былай көпшілігіне тегін нұсқасы да болады. 18-ші нұсқасы шықты қазір, мен қолдана бастаған кезде бұл басқаша болған, қателеспесем 14. Және бұның ішінде монтаж жасауға болады, цветокоррекция істеуге болады, color grading дейді, Firelight бар, яғни аудиоға обработка жасау, Fusion Effects жасауға болады. Мысалға Adobe'ні алайық. Adobe'де монтаж жасауға арналған Premiere Pro деген программа бар. Цветокоррекцияны да сонымен істеуге болады. Premiere'ні, одан кейін Adobe Audition деген программа бар. Adobe'де ол осындай аудиоға арналған. Оны жеке алу керек. Мысалы, мына жерде бар ол. Fusion бар, әртүрлі After Effects дегідей болмаса да, мүмкін ондай да істеуге болады. Мен бұны практически қолданбаймын десем де болады. Яғни төртеуі бір жерде жиналған. Маған керегі видеоға монтаж жасау, цветокоррекция арасында, әрине аудиоға обработка жасау өте маңызды. Себебі аудио бұл картинкіден де маңызды. DaVinci Resolve'тың сайтына өтеміз, сілтеме осы видеоның астында, немесе Google'ден қарауға болады. Жүктеп аламыз осыны, Free Download Now. Әрі қарай macOS, Windows, Linux дегеннің біреуін таңдаймыз. Мына Studio не емес, бұл ақылы. Осы X мысалға мен таңдаймын. Одан кейін жаз деген данныйларды сұрайды. Бүйтіп жазып, Register and Download'ты басамыз, жүктеледі. Программаны мен осылай қосамын. Бұл программаны әртүрлі өте серьезный кинолар бар. Голливудта мысалға сол сияқты киноларды монтаж жасау үшін, цветокоррекция үшін қолданады. Негізгі менің байқағаным бойынша бұл программаны көбіне цветокоррекция үшін қолдануға болады. Ішінде соған арналған ерекше функциялар бар, мүмкіндіктер қарастырылған. Цветокоррекциядан басқа монтажбен де айналыссаңыз болады, бұл толығымен тегін. Программаны ашамыз, осындай міне шығады, осындай бөлім бар. Бұл жерде, мынау тез, мына жерде мен монтаж жасайтын мысалға файлдарым, картинка, аудио бәрі осы жерден сақтауға болады, осы жерден көруге болады. Мынау тез қиюға арналған, тез қажет емес жерге қиып тастауға болады. Мынау толығымен монтаж жасауға арналған бөлім. Мына жерде әртүрлі Fusion эффектілер, мысалға текст тұрады, мына жерде машина кетіп барады, үстінде текстпен бірге деген секілді сондай заттарды мен істеп көргім, керек емес болса да. Мынау цветокоррекция, цветокор жасауға болады, әртүрлі әдемі эффект, әдемі көрінетін кино үшін эффект дейді соны. Менің енді қолданатыным осымен, мынау аудио обработкаға арналған. Бәрін жасап болғаннан кейін біз осыны Google, яғни YouTube-қа шығару үшін мен YouTube таңдаймын. Немесе мынаны таңдасаңыз болады, просто YouTube-қа арналған, мына жерде дайын осындай шаблон бар. Фреймрейт бәрін рендерге қойып, былай видеоға айналдыруға болады. Енді қалай монтаж жасауға болады? Бірінші мен мышканың оң жағын басып, қажет медиа файлдарды импортировать етемін. Қазіргі жағдайда осы жаңағы экранның записі маған керек. Міне ол. Енді тілін орысшаға қойсаңыз болады, егер орысша түсінетін болсаңыз, маған ағылшыншасы ыңғайлы. Осы жерге осылай өткізіп қоямыз, бұл жерден былай жүргізіп қиюға болады. Мен жаңағы айтқандарым бәрі осы жерде отыр міне. Енді бұл айта кететін жайт, бұл профессионалды монтажға арналған программа болғандықтан, сіздің компьютеріңіз слабый болатын болса, бұл жерде кішкене бір проблема пайда болуы мүмкін. Сондықтан компьютерге қараңыз. Егер
арзан компьютер болатын болса, енді оның характеристикасын айтып миымызды ашытпай ақ қояйық. Примерно 200 мыңның әр жағында компьютер болса, қолданып көрсеңіз болады. Егер қатып бәрі тупить ете бастаса, онда басқа программаны көріңіз. Мына жерін ашам. Мен бірінші керек емес жерлерін осылай қиям. Мысалға өйтіп басам, мынаны басып қиюға болады, немесе Ctrl, то есть мына жерде қиятын бар. Мен бұны қолданбаймын десем де болады. Ctrl V-ны басам. Одан кейін Delete-ні басып жоямын. Қажет емес жерлерін бәрін өйстіп қиып тастаймын да. Мысалға мына жерде үндемей тұрған мен. Осылай қиып тастаймын. Әрі қарай осыны енді біріктіру керек. Ctrl-ны басып. Мен бұл қалай монтаж жасау керек туралы программа емес, осы программаны қолданып. Оны сіз YouTube-тан жеке қарауыңыз керек. Осылай қиямын, мен қазір тек қана теориясын көрсетемін. Одан кейін мына жерде аудионы аламын да, моноға өзгертемін. Қазір менде мысалға бір даусым бар, осындай обработка жасаймын. Фоновый шум болады, ол фоновый шумды алып тастаймын. Мына жерде настройка бар, мысалға мен даусым арналған өзім істеген эквалайзер бар. Осыны ойнатып көремін, қалай шыққан кезде мен даусым қалай көрінеді, более-менее лучше көрінеді деген секілді. Міне осындай қылып өзгертемін. Одан кейін эффектлер бар түрлі, Deezer, Deezer, Dehammer, осыларды қосып деген секілді. Әрине, орындар өзгеруі мүмкін, оны YouTube-тан сіз өзіңіз жеке үйренсеңіз болады. Орысша және ағылшын тілінде контент бар.